Қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, ислам дініне өте үлкен, жойқын, жоспарлы түрде шабуылдар ұйымдастырылып жатыр. Кейбір адамдар ислам дінін ақылға қайшы, ислам дінінің іс-әрекеттері қисынға сыймайды дегенді алып келгісі келіп жатқандығының куәсі болудамыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз сол ақыл деген не? Сол тақырыпта болмақ. Ақыл дегеніміз не? Ақылдың ақиқаты қандай? Момын мұсылман адам ақылмен қалай мәміле жасау керек? Осыларды иншалла бүгінгі тақырыбымызда сөзіміздің, әңгімеміздің арқау ететін боламыз. Білесіздер ма? Ислам шариғатында әрқашан ақылға сүйенуге, ақылмен іс жүргізуге үндеген. Мысал ретінде айтайық. Егер де ислам шариғатының ең үлкен құлшылықтары, мәселен, Алла тағалаға иман келтіру, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру, қажылыққа бару, 5 парыз бар дейтін болсақ, сол парыздардың барлығында талап етілетін бір нәрсе ақыл есі бүтін болуы. Жынды адамға ешкім намаз оқы деп айтпайды. Ақылы жоқ адамға ешкім ораза ұста деп айтпайды. Ақылы бүтін емес адамға ешкім зекетіңді бер деп айтпайды. Демек, біздің ислам шариғатының құлшылық ғибадаттарының өзі ақыл есі бүтін болудың үстіне құралған екен. Егер де сіз Құран-ы Кәрімге жүгінетін болсаңыз, Құран-ы Кәрімді Алла Субханаху ва Тағаланың сөзі болған Құран-ы Кәрімді парақтап шығатын болсаңыз, Құранда Алла Субханаху ва Тағала өте көп орындарда ақыл иелеріне жүзденгенін көресіз. Ақыл иелеріне жүзденгенін көресіз. Мәселен, аспандар мен жердің жаратылысында, күн мен түннің ауысып тұруында ақыл иелері үшін аят дәлелдер бар дейді. Өнегелер бар дейді. Ақыл иелері үшін осылар Алланың бар екендігіне, бір екендігіне білдіретін белгілер бар дейді. Немесе мына түйенің қалай жаратылғанына қарамайды ма? Аспанның, жердің қалай жаратылғанына қарамайды ма деген сияқты бізге ақыл жүргізіп, мына жаратылыстар жайлы, сыртқы әлем жайлы ой жүргізіп көруімізге Аллах Субханаху ва Тағала өте көптеген аяттарда бұйырған. Тіпті ислам діні мәселен сақтауы керек болған 5 негізгі нәрсе бар. Соның бірі бұл ақыл. Сондықтан да ақылды сақтауға бұйырған дін болғандықтан, ақылды кетіретін нәрселерге ислам діні өте қатты қарсылық танытқан. Мысалы, арақ шарап. Арақ шарапты білесіздер, ақылды кетіреді. Бір жындыдан сұрапты дейді. Әй, сен неге арақ ішпейсің? Неге, бір адамдан сұраған ғой, сен неге арақ ішпейсің? Десе, ал айтыпты, мен депті, ақылды болуға осы уақытқа дейін талпынамын депті. Неге? Өз қолыммен әдейі өзім ерікті саналы түрде сол ақылды құртатын нәрсені ішуім керек деп жауап берген екен. Ақылдыдан мәселен арақ ішпейді. Неге ақылды кетіреді? Есірткі болсын, басқа болсын. Осылардың барлығына ислам шариғаты қарсылық танытады. Неге? Ақылды сақтауға бұйырады ислам шариғаты. Ақыл мен іс жүргізуге бұйырады. Тіпті мәселен екеудің ортасында үкім берген кезде де не істейді? Ашуланып тұрған кезде үкім берме дейді. Ашуланып тұрған кезде үкім берме дейді. Неге? Өйткені ашуланған адамнан ақылы кетеді. Ақылы кетіп қалады. Енді сұрақ туындайды. Осы кезде бір сұрақ туындайды. Қазір мәселен көпшілік адамдар, көпшілік нелер, әлеуметтік желілерде болсын, басқаларда болсын, мәселен біздер Аллах Субханаху ва Тағаланың бар екендігін, бір екендігін, періштелер әлемі, жындар әлемі, жәннат, тозақ жайлы айтатын болсақ, кейбір адамдар ақылға салатта, қисындарына салатта, ол қисынсыз дейді. Ақылға сыйымсыз дейді. Ақыл оны қабылдай алмайды деп жатады да, субханалла. Сол үшін біздер ақылдың не екенін жақсылап түсініп алып, ақылдың жұмыс істейтін өзінің майданы қандай екенін, оның шеңбері қандай екенін біліп алатын болсақ, осы сұрақтардың жауабын түсінуіміз оңай болады. Жаратушы Аллах Субханаху ва Тағала жайлы, мәселен, Құран-ы Кәрімді ғайып ілімі дейді ғой. Аллах Субханаху ва Тағала мәселен, Алиф лам мим, заликал китабу ла райба фих. Яғни, Алиф лам мим ұғымын Алла біледі, заликал китаб. Міне, анау кітап. Аллах Субханаху ва Тағала Құран-ы Кәрімді міне қолыңдағы кітап деп айтса болады, жоқ, анау кітап деп ұзақ ишара жасаған халде. Яғни мәртебесі
дәрежесі жоғары болған Құр'ани кәрім кітабы ла райба фи. Оның ішінде ешқандай күмән жоқ деп жатыр. Худаллил муттақин, муттақиндерді тура жолға бастаушы дейді. Муттақиндер деген кімдер? Әллазина юъминуна бил ғайб. Ең бірінші сипаты ғайыпқа иман келтіреді. Ғайып деген не? Аллах субханаху ва тағалаға білеміз, мысалы иманның шарттары, mesela періштелерге, пайғамбарларға, кітаптарға, ақырет күніне, өлгеннен кейін қайта тірілуге, тағдырға иман келтіру сияқты ғайып ғылым бар. Міне осы нәрселерге иман келтіреді дейді, mesela. Осы нәрселерге иман келтіреді дейді. Кейбір адамдар кішкене өздерінің ақылына салып көреді, бұл ақылға сыйымсыз ғой деп жатады.